Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен оливье салатының рецебімен бөлісетін боламын. Бізге оливье салатты жасау үшін керектіміз пісірілген картоп, пісірілген сәбіз, тұздалған қияр, жұмыртқа, бұршақ және мен осылай піскен еттен жасайтын боламын. Алдыменен осы піскен картопымызды 4 бұрыштылап турап аламыз. Піскен сәбізімізді де 4 бұрыштылап турап аламыз осылай. Тұздалған қиярымызды да осылай 4 бұрыштылап турап алатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызбен көп қосқыларыңыз келсе көп қоса бересіздер тұздалған қиярды. Аз қосам десеңіз аз қосасыздар. Піскен жұмыртқамызды да осылай 4 бұрыштылап турап аламыз. Піскен етімізді де 4 бұрыштылап турап аламыз осылай. Қаласаңыздар колбасамен жасасаңыздар да болады, шұжықтармен піскен. Мен осылай етпен жасағанды жақсы көремін өзім. Қалаған нәрселеріңізбен, тауықтың етімен болса да бола береді. Жасай берсеңіздер болады оливье салатын. Аз көпті осылай майдалап, турап қосып жібереміз. Қаламасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Үстіне қара бұрышымызды саламыз. Және тұзды саламыз. Тұзды өзінің көлеміне қарай майонезімізді саламыз. Осылай әбден араластырып аламыз. Міне оливье салатымыз дайын болды. Өте тоқ, әрі өте дәмді, жақсы желінетін салаттардың бірі. Менің жасаған салаттарым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып маған тіркелуді ұмытпаңыздар.